Қайырлы күндер болсын, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмі керемет болып шығатын кешкі ас дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Ең алдымен өзімізге керекті заттарымызды осындай үлкен бөліктерге бөліп, турап дайындап аламыз. Келесі кезекте қызып тұрған тапамызға 2 ложа майымызды құямыз. Қызып тұрған майымызға турап дайындалған етімізді салып жақсылап қуырып аламыз. Әр қуырған кезімізде осылай бетін дымдап жауып қуыратын боламыз. Келесі кезекте осылай етімізді қуырып жатқан кезде чесногымызды салып жібереміз. Ол да ерекше дәм береді етімізге. Бұны да бетін жауып, дымдап 2-3 минут қуырып аламыз. Міне осылай қызарып қуырған соң, үстінен пиязымызды салып, оны да жақсылап қуыратын боламыз. Қатты отта емес, орташа отта қуырыңыз. Келесі кезекте осылай үстінен 1 ас қасық соевый соусымызды құйып жібереміз және оны да жақсылап араластырып 2-3 минут бетін дымдап тұрып қуырамыз. Үстіне тұз салып жіберіңіз.
менің YouTube каналыма тіркеліп лайк басып қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар.